сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге гүріш пен бадлип жасайтын боламыз. Қызып тұрған ыдысымызға бір қасық май құйып, күрішімізді жақсылап араластырып аламыз. 5-6 минут қуырып, дәміне қарай тұзымызды салып, суымызды құйып, әрі қарай пиязымызды, картошкамызды және де тәтті бұрыштарымызды турап аламыз. Осылай турап алып, қызып тұрған ыдысымызға май құйып, етімізді қуырып аламыз. Майымызды қыздырып, жақсылап қуырып алып, пияз қосып, жақсылап араластырамыз. Картошкамызды салып, жақсылап араластырып, дәміне қарай бұрышымызды, тұзымызды салып, томатымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сонымен тәтті бұрыштарымызды салып, араластырып, суымызды құямыз. 10-15 минутқа қалдырамыз.